Сәлеметсіздер ме? Мен Гүлмира Алипбековна. Алматы қаласының Шаңырақ спорт мектебінің медицина орталығының меңгерушісімін. Қазіргі біз мемлекетімізбен бірге қиын қыстау кезеңнен өтіп жатырмыз. Бірақ біз бәріміз біргеміз, бәріміз үйдеміз. Тек қана осылай біз коронавирус дертін жеңеміз. Сәлематсыздар ма? Ата-аналары сәлематсыздар ма, балалар? Мен Шаңырақ бір ықшам ауданында орналасқан спорт мектебінің спорт дәрігері боламын. Есімім Ниязова Айгүл Абдрасылқызы. Қазіргі таңда болып жатқан төтенше жағдайға байланысты мен сіздердің денсаулықтарыңыз жақсы болуын қалаймын. Қауіпті дерттің кең тарауына жол бермейтін ең дұрыс шешім ол үйде болу. Осы бізге қойылған ережелерді бәріміз бірдей қолдап, дұрыс орындасақ, біз осы індетті жеңеміз. Біз біргеміз, біз үйдеміз. Здравствуйте, я Абдурахманова Дина Владимировна, спортивный врач. В период пандемии мы все должны четко соблюдать меры предосторожности. Чаще мойте руки. Травматолог дәрігер Бөрібаев Мұхтар Сәлиевич осындай қиын қыстау кезеңінде өз жағдайыңызға қарамай сіздерге көмектесіп жүрміз. Сіздерге айтарым, бізге көмектесіңіздер, тазалық сақтаңыздар. Ылғи да қолдарыңыз сабындап жуып жүріңіздер, көпшілік жиналатын орындарға бармаңыздар. Мен Жарас Бауыржанович, тіс дәрігерімін. Біз бірге осы қиындықты жеңеміз. Ол үшін бәріміз үйде болайық, сыртқа шыққанда бетперде тағайық. Мен Дариға Бейбітбайқызы аға мейірбикеммін. Осы дертті жеңу үшін бәріміз үйде болайық. Оқушылар, сіздер де үйде болыңыздар. Антисептикті жиі қолдануды ұмытпаңыздар. Біз бәріміз біргеміз. Я Людмила Анатольевна, школьная медицинская сестра. Вот в этот период очень важно соблюдать меры предосторожности и укреплять свое здоровье. Давайте, ребята, будем соблюдать правила личной гигиены. Мен Медбике Мананова Әлия. Денсаулық бірінші байлық, соны ұмытпайық. Үйде болайық, ережелерді қатаң сақтайық. Мен Көзжанова Шуға Сакеновна, мейірбике. Осы қиын кезеңде бәріміз бір-бірімізге көмектесейік, үйде болайық. Біз үшін сіздердің өмірлеріңіз өте маңызды. Мен Шаңырақ интернат мектебінің мейірбикесі Әлібекқызы Тұрбанова. Сіздердің денсаулықтарыңыз өз қолдарыңызда, осыны ұмытпайық. Біз біргеміз, біз үйдеміз. Мен Медбике Әділбекқызы Мадина. Біздің спортшыларымыздың денсаулықтары мықты болып, үлкен белестерден көрінеді деп сенемін. Ауырмаңыздар, үйде болыңыздар.